Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгінгі видеода біздің каналымызда көптеген подписчиктарды мазалап жүрген сұрақтарына не жауап беретін боламыз видеода. Және де біз негізінен ютубқа қалай келдік, не себептен келдік. Оған байланысты оқиғалар, одан кейін біздің алда қойып отқан мақсаттарымыз, және де бұл каналда не үшін аштық, не себепті аштық, соны түсінетін боламыз. Ондай болса видеомызды бастайық. Бәріне сәлем! Достар, біз каналымыздың атын өзгертетін болдық. Каналымыздың аты енді Make Dream Reality болады. Make Dream Reality деген сізге ауыстыруымыз өте көп сіздерге мотивация беруі мүмкін. Өйткені оның қазақша аударғандағы мағынасы арманыңызды шындыққа айналдыр деген сөз. Көрдіңіздер, негізінен ол видео біз Make Dream Reality деп каналдың атын жаңадан ең бірінші рет өзгерткен кезіміз болатын. Негізінен осы ютубқа келу, біз осы ютуб M3 каналын ашу 2018 жылдың мамыр айынан басталған болатын. Себебі мен ол кезде Игорь Войтенко, атақты ютубер, барлығы таныс білетін шығарсыздар. Сол арқылы мен ең басында осы ютубты қарай бастадым, спортқа қызыға бастадым. Және жай адамдарға жай ғана жүрмей, жай ғана өмір сүрмей, басқа да адамдарға көмектесуге болатын, сол арқылы түсіне бастадым. Содан соң майдың соңына қарай 2018 жылы мен 10-шы сыныпты аяқтадым. 10-шы сыныпты аяқтап, бізде мектепте практика болатын, гүлдерге су құю деген сияқты. Сонда жұмыстар жасайтынбыз практикада. Содан соң Дәуітті бұрыннан бірге доспыз біз. Сол кезде Дәуітті кездестірген дегенде бұрыннан дос болатынбыз біз. 4-5 жылдай болып қалған болатын, 4 жылдай болып қалған болатын. Ол кезден бастап футбол ойнап жүрдік, футбол ойнап. Сол кезден бастап футбол ойнап жүрдік, тағы да басқа көптеген солай қызықты болып жүрген. Содан соң мен Игорь Войтенконы көре бастағаннан соң мен уже қалай айтады, өзім спортқа қызыға бастадым. Оның алдында да спортпен айналысып жүрдім, бірақ сол кезде өте қатты қызыға бастадым. Және Дәуітке келіп айтқан болатын. Дәуіт, сен есіңде шығар? Мен барлық есімде, бірақ дым түсінбедім. Ол не бар, не айтып жатыр ол? Давай, мен ең бірінші айтшы, не болды? Сенің не ойыңда болды? Менің ойымда түк болмады, ана бір қабырғада артып, короче, бәрі пустой болды. Рамазан не айтып жатыр, мен ақыл ойыммен түсінген жоқ. Сосын айтады, давай видео түсірейік, біз канал ашайық. Сосын танымал болып кетеміз, қайдан білесің деп. Тура Игорь Войтенконы айтқан, қалай түсіріп, біз де солай түсірейік деп. Канал ашайық деп. Сосын мен жарайды дедім. Менің ойым негізі практиканы жақсы тапсырып тастау керек болған ол кезде. Практика тапсырсаң кітап береді деген бір приколдар бар. Бір сағат жинау керек. Өтіп нәрсе бәрі өтіп кетіп қалған. Короче, достар, былай болды ғой. Содан соң Дәуіт екеуміз қалай айтады? Тура практика. Қызы уже мен оған түсіндіре бастадым. Жоқ, мен оған түсіндірдім бәрін. Сосын Дәуіт те келісті бірден жоқ, басында екеуміз бірге тренировка істей бастадық. Мектептің арты жағында турник, білетін шығарсыздар, көптеген видеоны сол жерде түсірген болатынбыз. Сол жерде екеуміз бірге жаттығу жасайтын болдық, өзіміздің программамызды құра бастадық. Сосын тағы бір күн келді, давай біз канал ашайық. Давай осылай тура осы күн ашайық. Сол кезде аккаунт аштық, бірінші Google аккаунт. Июньнің нешесі? Июньнің 16-сы ма? Солай ойдем, июньнің 16-сы біз уже аккаунт аштық, Street Workout деп аштық, ол кезде Workout деп ашқан болатынбыз. Сосын каналдың атын қалай қоямыз дедік. Каналдың KZ деген көп болып жүрді, сосын айттық Street Workout KZ қояйық деп. Street Workout KZ деп айттық, сонымен біздің канал солынан басталды. Сосын тағы да бір апта ма әйтеуір көп уақыт өтті, видео түсірейік дедік. Видео басында біз видео түсірген жоқпыз, бір аптадай солай жай жүрдік. Содан соң мінекей осы видеоны түсірдік біз.
Сәлем достар. Біз бүгін сіздерге турникке қалай тартылу керек екенін үйретеміз. Ол үшін біз бірінші отжиманиядан бастаймыз. Ал енді дұрыс отжимания жасауды үйренеміз. Оны Дәуіт досым көрсетеді. Май мен бұлшықет бірдей көлемде болады, 50-50. Ал бойлары бірінші видеомыз көрдіңіздер, міне бұл жерде ұялшақ болдық, сабақ айтып жатқандай болдық. Сабақ айтып жатырық дегенде қалай айтса болады. Мүлдем біз сөйлеуіміз бәрі білмейміз, қалай дұрыс сөйлеу керек. Қазір де бір жақсы сөйлеп жатырмыз деп ойламаймыз, бірақ енді бұрынғыдан жақсы деп бұрынғыдан жақсырақ кішкене. дауыс ырғағымыз да. Дауысымыз кішкентай бала болдық ол кезде. Одан кейін бізде бір мәселе болды. Ол мәселе не? Кім монтаждайды деген мәселе болды. Кім монтаж жасайды, Кім монтаж жарайды. және кім оператор болады, қалай түсіреміз. Дәуіржан түсіріп жүрді ғой мен. Басында Дәуіржан. Сосын монтажға келетін болсақ, міне монтаж жасағанда мен бір ағамнан приложение жазып алдым, Рамазан жазып алып. Сенікі повер директор болса, мен видео деймін. Видео видео ма сондай болды. Одан кейін біз бір видео шаққанда ол араласып кетті, ана жерде водяной знак дейді ғой, араласып кетті. Одан кейін Рамазанда қалды, Рамазан повер директормен істей берді, ол жақсы болды да. Повер директормен ең ыңғайлы монтаж жасауға біз осы программаны қолданамыз, повер директор білетін шығарсыздар. Сосын сөйтіп Рамазан осы жерде қалды, сосын бүкіл монтаж. Мен жасап бүкіл монтажын бәрі. Мен осы каналға 2-3 видео шығардым, монтаж. 3-4 видеоға ма солай жасадым сен монтажды. Ойлашы сен 100 видеоға монтаж жасадың. Содан кейін достар, бізде басында Рамазан мені сүйреп жүрді ғой, Рамазан сүйреп. Кейбір күндері видео түсіруге желаниесі болмайды, содан соң мен оған звондаймын, ауылда видео түсіреміз деймін, ол айтады, мамау жемейді, түсіргім келмейді деген сияқты. Сондай бірдемелер болады. Сондай болды ғой, папам жемейді, жұмыс істеу керек, кейде жұмыс керек. Содан кейін жарайды барып келдік, одан кейін видео түсіре бастадық, монтаж Рамазан жасап атты, музыка қоя бастадық. Ең басында бізде неше бір 10 подписчик бар. Сосын Рамазан көреді, бүйтеді, обновление жасай береді, бір подписчик қосылды деп. 15 подписчик болып жүрген кезде айтады, бізде скоро, бізде 1000 болады, 2000 болады деп айтады. Сол кезде ойлаңыздар достар, егер сол кезде тастап кететін болса, осы жасаған еңбектеріміз ешқайсы болмайды. Нөл болады. Нөл болады. Біз ол кезде тоқтамадық. Бізде камераны айтшы сен. Камера, бұл кезде неше? 720 болды ғой, качествосы 720 болды. Сосын сонымен оттаған камера болды. Сосын бізге жазады, камера алсаңдар ше, не бөлек качество, аны бұлшық деп. Мен біз қолда бар дүниені қолдандық қой. Қолда бар, бүкіл біз қолда не бар сонда. Рамазан бүкіл музыкасын салды ғой. Бүкіл музыканы, мен жиналған музыканы бәрін осы видеолар сала бердім. Сосын тағы не істедік. Одан кейін, біздің мамам рұқсат етпеді ғой, папам. Одан кейін ұбт келді, тура 11-ші сыныпта. Біз 10-шы сыныпта, біз содан соң 11-ші сынып сабақ басталды біз. Сабақ басталған кезде ол уже ұбт-ға дайындалу керек. Маған қайтты, мамам үйдегілер айтты, видео түсірмейсің, Рамазанға бармайсың, видео түсірмейсің. Сосын айттым мен, жарайды дедім да, Рамазанға айттым, Рамазан сен өзің жалғыз видео түсіресің бесінде ма? Сосын Рамазан айтады, жоқ ғой, бірге түсіреміз деп. Содан кейін уже уақыт тауа бастады, сабақ біткеннен кейін барып қиналып болмай. Содан кейін уже үйреніп кеттік соған түсіруді, сабақтан кейін түсіру бізге. Одан кейін бізде келесі мектепте видео түсіре бастадық. Мектепте түсіре. Оның өзі уже басқа бір қалай айтады біздің жаңа деңгей деймін. Жаңа деңгей, бір жақсы видеолар шыға бастады. Мектептің ішіне кірдік, апайларды түсіре бересің. Бәрін көрінген адам бәрін түсіре бересің ғой. Айтпақшы мектепте біз ең бірінші болып анау емес пе? Темірлан сөйтіп ше? Ең бірінші жоқ емес. Жоқ. Анау. Қалай еді? Штангер. Контейлер жасады. Контейлер жасады. Сосын мінекей осы видеоны ең бірінші түсірген болатын біз. Достар, біз бүгін школда влог түсіреміз. Бүгін біздің бір күніміз қалай өтетінін көресіздер. Бұйырса, келесі. Контейнер көтеретін стол жасаймыз. Always do it on my own, so I gotta get through it. Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Cause I ain't never done, I
I'll be number one, working hella hard until I бұл біздің ең нормальный влогымыз болды ғой, ең жақсы шыққан. бір жақсы шыққан влогтардың бірі болды. Содан соң мектепте біз тағы да не түсіре бастадық. Біз басқа да осындай міне қазір көресіздер осындай қызықты жерлер мектепте болған оқиға. Қалай айтады? Мектептегі қызықтар жасадық. Көріңіздер. Ностальгия болады қазір кішкене. 1, 2, 3. Бой жақтық. Давайте айтам, ағай, конгрессте конгрессте істейін. Ағай, сізбен конгрессте істесек бола ма? Конгрессте істесек бола ма? Ағай, бізде жарыс болып жатыр. Окей. Ой, ағай, күресе салшы. Неге сабақ түсіп емес қой? I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong. I've been feeling like Feeling like y'all don't know, it's all a no. See. Осы видеолар түсіре Көрген бастадық. шығарсыздар, ностальгия болды сіздерге, өте қызықты болды деген ойдамыз. Сосын тағы да бір жынды проблема болып еді ғой, есіңде ма? Сабақтан шыққан кезде видео түсіру керек деп. Есіңде ма? Қалайсыңдар? Анау ше, анау балаларға кіріп айғайлап балалар, дауысымыз естілмейді ана жерде. Есіңде ма? Иә. Дауысымыз мүлдем естілмейтін ол кезде. Сосын бізге тағы да жазды, микрофон сатып алыңдаршы деп. Микрофон алыңдар деп жазды. Микрофон бұл кезде бізде жоқ. Бізде, біз уже мектепке кірген кезде бізде телефон келді ғой, сен телефон. Айтпақшы мен не саламыз, Huawei деген телефон болды. Одан ол да өзінің жұмысын атқарды. Иә. Сөйтіп көп көмектесті. Көтеріле бастадық. Одан кейін, сосын, оның алдында біз флешка болды ғой. Сашкадан флешка сатып. Флешка алдық. Иә. Сол арқылы да жақсы түсіре бастадық. Оның ең басында бізде память жетпей жүрді. Иә. Ештемеде память жетпей. Қаншама достар, короче, бір сөзбен айтқанда Видеомыз. қиындық дей ма не дейді. Солай өтті. Бірақ сосын біз айтатынымыз бір сөзіміз бар. Біз скоро камера аламыз деп. Жылаудың қажеті жоқ, бәрібір келеді деп. Иә. Сосын достар біз білесіз жарыстар 37 күн қалды деген. Біз бүкіл мақсаттарымызды айтқан болатынбыз. Қазір осы жерде отырмыз да. Сол кезде айтқандардың бәріне жеткенбіз ғой. Бәріне жасағанбыз, бәріне жеткенбіз. Грантқа түсеміз деп айтқанбыз. Грантқа түсеміз деп айтқанбыз. Оны да істегенбіз. Уже университетте оқып отырмыз, нормально. Иә. Бізге сенбегендер бар шығар. Сенбегендер бар шығар. Білмеймін, нақты, бірақ ең басты жеткен ол күшті болды. Одан кейін келесі мектепте түсіре бастадық қой одан кейін. Мектеп сосын 2018 бітті ғой, 2019 басталғанда. 2019 басталды. Қысты түсірдік. Магазинға дайындық қыза бастады. Иә. Сонымен видеоны біз қалай түсіре бастадық? Біз кәдімгідей түсіре бастадық қой. Ол кезде уақыт аз болды, біз видеоны апта сайын салып отырдық. Апта сайын, иә. Кейде одан көп созылып кетті. Қиындық болып, дағдарыс болды ғой. Кішкене дағдарыс болды. Содан соң достар таныс едік біз. Содан соң барып наурыз, көктем. Иә, ол кезде тағы дағдарыс болды. Көп, бір ай ма, 2 ай ма видео шықпай кетті. Короче, март басталмай тұрып, марттың нешесі каникул ашамыз? Школа. 20 күн, білмеймін, 20-ларына қарай да. Сол. Марттың примерно 15-леріне қарай болу керек.
мен мұрнымда бір жерім соғып алдым. Иә. Короче, мына жер ма? Осы бір жер, короче, осы бір жерді соғып алдым. Содан соң видеоға желание кетіп қалды. Түсіргім келмей кетті мен. Білем, ештеме істегім келмей кетті. Сосын мен ауылыма кетіп қалдым. Ал мен мына жақта жүрдім. Дәуіт осында қалды. Сонымен бір ай өтіп кетті. Иә. Бір ай өтті. Одан кейін бізде тағы да бір проблема болды. Ол бізде ютубпен келісіп жаттық отыру үшін 4000 сағат жинау керек болды. 4000 содан соң басталды бізде қызық. 4000 сағат жинау керек, 4000 сағат жинау керек деп. Біз стримға шыға бердік. Ол кезде біз неше ең көбі 30 сағат па жинайдық бір стримді. 1 сағат отырып. Содан соң болса не істедік. Қайтадан бір айдан соң қалай екенін білмейміз, бірақ НТ-ға байланысты бір видео шықты бізде. Иә. Easy 140 балл. Easy 140 балл. Одан кейін бізде 25 мамыр, яғни мектепті бітіріп жеттік қой. Аттестат алу, мектеп бітіру. Аттестат алу, мектеп бітіру. Жоқ, оны алдым деген видео. Сосын бізге 4000 сағат жинау керек болды. Сосын біз бардық та, сен неңе келсің ба, қоңың ғой. Жоқ, сол кезде ол аттестат, ол видеолар бітті ғой, осы мен кейін видеолар бітті. Содан соң барып июльдің 7-леріне қарай, июльдің 7-леріне қарай есімде. Сол кезде ғой, сен осы қонып, короче, мен үйде ешкім болмады, бір апта ма солай. Сол кезде Дәуіт мен үйімде қонды, осы видео ең күшті блог. Достар, бізде бүгін жаңа блог. Қазір Дәуіт келіп тұр ғой деймін үйге. Бүгін блог керек па? Видео. Ұйықтағанға Ұйықтағанға дейін, дейін, жатқанға жатқанға дейін. Айтпақшы, қазір менде жұмыстар бар, есеп шығару керек. Достар, Саған дейін мұнаған қайсы? Науштаң маған. Бірақ іші тар десейші. Ан жақтан Алпысқа кеттім ғой. Содан соң ол видеолар сол кезде біз стримға шықтық қой. Генаның бойы. Ол біздің Геннадий Головкин. біз пайдаланып кеттік қой. Жазғы деген компанияның құқығын дейміз, бұзып жеттік қой. бұзып жібердік. Бірақ та біз соның арқасында неше 2000 адам бізде тікелей эфирде отырды ғой. 2000-нан да көп сияқты ғой. 2000-нан асты бірақ. Асты одан. Біз кәдімгідей көтеріліп отқанға қуанып отырмыз. Сосын біз стримді аяқтағаннан соң қарасақ бізде уже 3000 ба? 200-дей адам қосылды. 3200 ба? Сондай адам қосылған. 200 адам қосылды. Жоқ, 38 мың адам көрген. 38 мың. 38 мың адам, жалпы 38 мың адам көріп тастаған. И олардың бәрі бізге 1001 сағат жинап берді. 1800 ба сағат жинап берді. И бізде оның алдында өзімізде 2000 ба, сінше? Жоқ, 1001 өзімізде сағат болды. Біз қасықтап жинап жүрдік. 2000-дай сағат болды бізде. Қасықтап жинап жүріп бардық та. Кім? Сол жерден біз алдық та бәрін жинадық та. Сонымен 4000 сағат жинадық. Монетизация қосылды. Қосылғанмен бірақ та бізде бір не жабылып қалып, бізде тікелей эфирге шыға алмадық. Тікелей эфирге шыға алмадық. Оны ұмытып кеттік енді 4000 сағат жинаған. Не қажеті бар деген сияқты. Ұмытып кеттік, сосын бізге айтты шығыңдар деп. Одан кейін біз шықтық қой. Автобуста шықты. Шығатын кезде шықтық қой. Біздің ең қуанышты нәрсе сол монетизация қосылған болатын. Айта тұрамасам, монетизация қосылды деп ана жерде балалар шарылып отыр. Нешесі 11 болу керек. Июльдің 11 күні мен неде отырмын. Короче, біз неге бардық, машинамен бардық. Актив залда, жоқ, спорт залда отырдық, спорт залда отырғанбыз. И сол күні мен саған не қылдым? Айттым, айғайладым. Дәуіт жүгіріп көрсетті. Екеуміз ғана түсінеміз ғой. Монетизация қосылды деп айғайла деп.
айдалап жатырмыз. Ешкім сөйтіп бәрін мынау жынды ма деп қарап отырған шығар. бірақ біз жынды болдық қой ол кезде. Қуанған. Тура сол кезде емес па экзамен бәрін тапсырып. Тура сол күні мен үйге кетпекші болып едім ғой. Үйге кетіп қалдым сосын. 4 сағат қосылды, сосын үйге кеттік. Одан кейін НТ-ға дайындала бастадық. НТ уже 25 күні да. НТ 25 тапсырдық. 16-да біз чисто НТ-ға ғана ойладық қой. Видео туралы ойлаған жоқпыз. Сонымен не істедік? Видеоны тоқтап қалдық, біз мүлдем тоқтап қалдық түсіруді. Әлі де түсіріп келе жатырмыз. Одан кейін бізде бір апта сайын салып отырдық қой. Бір апта сайын. Одан кейін бізде уақыт деген мүлдем азайып кетті. НТ-дан кейін біз ойлағанбыз НТ-дан кейін видео түсіреміз деп. Бізге университет деген басқа нәрсе екен да. Универ деген нәрсе басталды. Сөйтіп екеуміз грантқа түстік. Құдайға шүкір дейміз. Сосын бір ең көп еститін сөзім, сіздерді осы университетке түскенімен құттықтаймыз. Сол көп ең басында шашақ көресің. Сосын не істедік? Университетке бардық, көрдіңіздер. Содан соң біздің каналымыздың жақсы өсуіне бір себеп болған Рамазан айтқан болатын, бізде 5000 подписчик жинау керек деп. 5000 жинау керек. Содан кейін Рамазан айтты, біз видеоны 3 күн сайын салып отырамыз деп. Ол өте күшті болды мен. Ол деген қалай айтады, лайфхак ол деген ютубқа ең керек нәрсе. Егер подписчик болсын келсе, просмотр көп жинаған келсе, онда 3 күн сайын видео салып отыр. Біз бір апта салып отырамыз деп, просмотр бүкіл түсіп кетті ғой. Подписчиктер саны прям қалай айтамын, ұшты ғой. Осылай тұрды, осылай көтерілді. 3 күн сайын салып отырғаннан кейін. 3 күннен сайын салып отырғанның арқасында бізде подписчиктер саны көбейе бастады. Тура сол кезде біз залға барып жүрдік қой. Содан соң сол кезде біз уже ең қызықты видеолар шыға бастады. Біз залға бардық, тренажерный залға. Дәуіт бірінші рет залға барды. Герой. Сосын залдағы видеоларды көрдіңіздер. Сосын бір кезде видео қарап отқан кезде бізде 100-ші видео шықты ғой. 100-ші видео шықты. Сонымен достар, қазір бізде 4000 подписчик. 1000 подписчик қалды ғой енді. Ойлаңыздар, 1000 подписчикті жинайтын болса, онда бізде 5000 подписчик осы жылдың соңына дейінгі біздің мақсатымыз емес пе? Алда қойып отқан мақсатымыз 5000 подписчик. Біз ешқашан қалай айтады, жете алмаймыз деген ой болмаған бізде. Біз тек қана алға 5000 подписчикті Құдай қаласа жинаймыз. Жинаймыз Құдай қаласа. Ол сіздерге байланысты. Осы жерде айтып кетейін ба? Сіздер егер біздің каналға бір шет кіріп отырсаңыз, немесе видео ұнаса, оны каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз деген сөз жатталған. Достар, бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деп ойлаймыз. Біз сосын бір нәрсені ұмытып кеттік қой. Ең маңызды, бізге каналымызға 1 жыл толды ғой. Сондықтан да біз мынандай қорытындыға келдік. Достар, қалай айтамыз? Қорықпаңыздар деп. Ешқашан, өзіңіздің деңгейіңіз төмен, қолыңыз жетпейді, мен мынау арманым орындалмайды, мүмкін емес деген ойлар ешқашан болмасын. Сәл тырысып көріңіз, қозғалыңыз, сол кезде бір нәрсесі белгісі болады егер қозғалсаңыз. Сосын мен бір ой келді да, мысалы біз ойладық қой, ұбт қиын, анау деп. Сөйтсек, ұбт-дан да қиын нәрселер өміріңізде кездеседі, университет болсын, бәрі. Махаббатта болсын деп қойсаң. Махаббатта болсын десең. Айтамын. Сол достар, босқа көп әңгіме айта бермейік. Ондай болса, не дейміз, осы әңгімемізді түйіндейік. Түйіндейік. Біз осы. Бір сөзіңді айтып кет, ең қорытынды болып. Қалай айтамыз? Бір сөзің. Ешқашан бір істі бастауға қорықпа. Қорықпа. Сосын ойлайсың сен, бір істі бастағанда бәрібір онда қорқыныш болады ғой. Кез келген адам қорқыныш болады. Сондықтан достар, қорқынышты жеңе ондай ой болмау керек себебі. Біз мысалға да қалай айтсақ болады. Кез келген ұлы істер бар ғой. Соның барлығы біз сияқты осындай қарапайым видеолардан басталады, не болмаса басқа да істер бар. Ең төменгі сатыдан басталады. Содан соң жайлап өз уақытымен көтеріледі. Олар жай отырған жоқ, олар қозғалған ғой. Олардың бәрі өзіне
қалай айтса болады, өзіңе ұнайтын іс жасайды. Егер өзіңе ұнайтын іс жасасаң, онда ешқашан сен тоқтамайсың, тек қана дамисың. Айтарым сондықтан өзіңе ұнайтын істі баста. Дәл қазір, бүгіннен бастап өз арманыңа қол жеткізу үшін әрекет етуді баста. Мынандай сөз бар ғой, грек биліктің сөзі. Ертеңгі күн үшін бүгін бәрін істейді. Біз ертеңгі күніміз үшін бәрін істеп отырмыз деп ойлаймын. Сосын айтайын деген қорқыныш туралы болады ғой, бәрі бастағанда қорқасың. Егер сен одан қорықсаң, одан қорқа бересің өмір бақи. Ал егер оны жеңсең, сен алда тағы да қорқыныштар болады ғой, соны жеңе аласың деген сөз болады. Біз сол ұбт-ны жеңдік, бізде енді тағы да нелер бар ғой, студенттер сессия. Сессия деген біздің алдымызда тұр. Бірақ біз оғандай уже өтеміз деген. Өтеміз. Просто дайындалу керек. Дайындалса өтеміз. Сондықтан да айтқанымыз осы, достар. Осы видеоның нақты сөзіміз, негізгі қорытындымыз біз. Жаңа ғана айтып өттік. Ешқашан бір істі бастауға қорықпа. Ондай болса бастан есеміз. Сосын видеомызды аяқтайық. Сосын Рамазан сөз бар ғой, мощный сөз, ең күшті сөз. Ешқашан жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Жұмыс істеуді тоқтатпаймыз, достар. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.